Қайырлы күн, менің құрметті оқырмандарым. Бүгін сіздермен үй жағдайында жасалынатын бургерлерді бірге дайындайтын боламыз. Жасалу жолы аса қатты қиын емес. Ең алдымен тестамызды дайындайтын боламыз. Жылы сүтімізге жылы суымызды құямыз. Мен бұл жерде көп 12, 13, 14 штуктай шығатындай етіп көп мөлшерде жасап жатырмыз. Тұз, сливочный масло және тамақ істейтін кәдімгі майымызды құямыз. Растительный масломызды барын жақсылап араластырып, ұнымызды салып, жұмсақ қамыр етіп илейміз. Қатты етіп қоймаңыздар, жұмсақтау етіп илейсіздер. Осылай ұн мен дрожжды араластырып салсаңыздар, қамырларыңыз тез әрі жақсы көтеріліп шығады. Дәл менің істегенімдей жасасаңыздар, барлығы жақсы болып шығады. Енді бір келкі қамырымызды илеп болған соң, осылай сыртынан майды тағы бір рет құйып, жақсылап барлық жеріне жағып шықсаңыздар, кейін қамырмен жұмыс істегенде жақсы болып шығады. Ұнды қажет етпейді. Міне дәл видеодағыдай жасаңыздар, үстіне де астына да барлық жеріне жақсылап майды тигізіп қойсаңыздар, кейін ұнмен жұмыс жасауды қажет етпейді. Қазір барлығын көресіздер, түсінікті болады. Міне біз жасап болдық. Енді бетіне пищевой осындай пленкамызды жауымыз. Сонда жақсы болып одан сайын көтеріліп шығады. Енді бетін жауып жылы жерге 1-1,5 сағатта қойып шығамыз. Тестамызды 1-1,5 сағатқа қойып алдым. Тестамыз өте жақсы болып көтеріліп шыққан. Өзінің бабында бәрі дұрыс, май жаққанның арқасында одан сайын көтеріліп, қолға жабыспай ешқандай ұнды қажет етіп тұрған жоқ. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмыс жасауға ыңғайлы болып тұр. Қазір біз осыны бірнеше бөліктерге бөліп пісіріп алатын боламыз бургерлеріміздің тестасын. Егер сіздерде үйде адам саны аз болатын болса, осының жартысын істесеңіздер де жетеді. Бұл жерден 13-14 штуктай шығады. Өздеріңіз үйдегі адам санына қарай шамалап аштып жасай бересіздер. Достар, менің каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Каналымда көптеген рецептлер бар, бірнеше тағамдардың түрлері, бірнеше дәмді тәттілер, сатылымда жүрген пирогтар, хит пирогтар, капкейктер, трайфл, пирожнилардың түрлері бар. Міндетті түрде медовиктің түрі бар, көріп көрсеңіздер болады. Және достарыңызға жіберіп қойды ұмытпаңыздар. Осылай табаға бірнешеуін салдым. Негізі көп салмау керек екен. 4 штуктан салып пісірсеңіздер болады. Егер табақтарыңыз үлкен болса, көптен салып пісіре берсеңіздер де болады. Табақтарыңыздың көлеміне қарай. Осылай бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, кунжут сеуіп пісіріп алсаңыздар болады. Қара кунжут болса, тіптен керемет болады. Қара кунжутты араластырып салсаңыздар да болады. Бұл жағы енді өз қалауларыңыз. Тестасы өте жұмсақ болып, жақсы болып піседі. Дәл осымен жасасаңыздар. Котлеттерімді пісіріп алдым арасында. Сіздер бұны кәдімгі котлеттеріңізді газге пісірсеңіздер де болады. Духовкаға өзіңіз қалаған котлетті пісіресіздер. Мына жерде 4 штукта пісірдім. Өте жақсы болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлығын пісіріп болған соң бургерлеріміздің тестасын осылай сковородкамызды қыздырып, сливочный май салып, екі жағын осылай қызартып, қатыңқыратып алған соң, біз қатты күйдіріп жерге болмайды. Осылай кәдімгі щедрое лето, сондай сливочный майларды кішкене жағып, қызартып аласыздар. Сосын осылай соусымызды дайындайтын боламыз. Бір кесеге бір ыдысқа майонезбен осылай немізді араластырамыз. Кетчупымызды, қара бұрыш салып, чеснок салып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, енді осылай жақсылап араластырып, бұл бізде соусы, осыны қазір біз бургеріміздің екі бетіне жағып шығатын боламыз. Сосын ары қарай бургерлерімізді өз қалауымыз бойынша жасаймыз, ішін жинап шығамыз. Қарап тұрсаңыздар, ішіне жағатын соусымызда оп-оңай кетчуп, майонез, қара бұрыш, чеснок, осын жақсылап араластырып, міне барлығын осылай көз алдыңызға қойып дайындап аласыздар. Жинау оңай болады сонда бургерлеріңізді. Бізде ең маңыздысы бұл жерде бургеріміздің тестасы. Міндетті түрде осылай жасап көрсеңіздер, жақсы болып шығады. Енді осыны екі бетінен жағамыз. Өте тойымды болып шығады. Балаларыңыз болса, міндетті түрде жасап беріңіздер. Салатын листімізді ортасына қоямыз. Өз қалауларыңыз бойынша салатын листі ішіне жалпы не қоссаңыздар да өздеріңіздің қалауларыңыз. Маңыздысы айтып тұрғанымдай бұл жерде тестасы. Қызанағымызды және жаңағы жасап алған котлетімді, сыр, қиярымды осылай әдемілеп қойып, кішкене пияздарымды бетін екінші қабатын жауатын боламын. Және осыны шпажканың көмегімен бекітіп қоямын.
бекітіп қоямыз. Осылай бұны бекітпей жатып духовкаға салып сырымызды кішкене ертіп алуға болады. Ертпей осылай жіберсеңіздер де болады, егер котлеттеріңіз ыстық болса. Ол жақ енді өз қалауларыңыз. Міне бургерлеріміз өте дәмді болып шығады, өте тойымды болады. Біреуін жегеннен кәдімгідей сіз тойып қаласыз. Міне барлығын тағы бір рет көрсетіп шығайын. Салатын лейс, қызанақ, котлет, сыр, қияр, пияз, бетіне екінші қап бөлігін жауып, осылай бекітеміз. Болды. Аса қатты қиындығы жоқ. Міне дәл осылай жасайтын болсаңыздар, бургерлеріңіз өте жұмсақ, тойымды, үлкен, үйдегі жандардың барлығына ұнайтындай керемет бургер болып шығады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Және де менің инстаграм каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сол жерден мен сіздерге үнемі жаңадан шығып отыратын рецептілердің бәрін хабарлап отырамын. Тіркеліп қойсаңыздар болады. Менің жеке инстаграм парақшама осында белгілеп кетемін. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Айтгүл.